Ассаламу алейкум достар. Бүгін духовкада пирожки дайындаймын деп шештім. Ең алдымен дрожжевой тестімізді осылай көтеріліп алып, содан кейін осылай бөлшектерге бөліп, оларды осылай дөңгелетіп аламыз. Содан кейін мен фаршпен жуаны жақсылап қуырып алдым. Содан кейін тестімізді жақсылап жайып аламыз да, сол салмамызды саламыз. Саламызда осылай видеодағыдай бүктеп аламыз. Сосын противенге салып, жұмыртқамызды жағып, жұмыртқаның сарысын жағып, духовкеге 160 градуста бір 20-25 минуттай өздеріңіздің духовкаларыңызға байланысты пісіріп аласыздар.